Бұл жеті нәрсені ешкімге айтпаңыз. Өйткені бұл құпиялар жеке өмірді сақтау үшін маңызды. Оларды өзіңіз үшін сақтап, қажетсіз пікірлер мен ықпалдардан аулақ болған дұрыс. Бірінші, жоспарлар. Келешектегі мақсаттарыңды асықпай толығымен жүзеге асқанша айтпа. Жоспарыңды айтсаң, жолыңа тас түсер. Екінші, жеке өмір. Жеке өміріңді басқаларға жария етпе. Себебі ол тек саған тиесілі. Жақсыны жасыру жақсылықтың белгісі. Үшінші, ішкі сезімдер. Ашу, ызаны, өкінішті немесе қуанышты ашық көрсетпей, оларды өз ішіңде сақтай біл. Көңілдің түбін кім білсін? Төртінші, өткен қателіктер. Өз қателіктеріңді немесе әлсіз тұстарыңды ашып айтпа. Өйткені оларды өзіңе қарсы қолдануы мүмкін. Өткенді қазсаң, өзіңе зиян келтіресің. Бесінші, жеке мүлік. Қандай байлығың, материалдық игілігің бар екенін ешкімге айтпа. Көп білсең, аз сөйлеген дұрыс. Алтыншы, отбасылық мәселелер. Отбасыңның ішкі мәселелерін сыртқа шығарма. Үйдің сырын үйде ұста. Жетінші, сезімдер. Жүрегіңде жатқан нағыз сезімдеріңді әрқашан білдірме. Жүрек құпиясын жүрекке сақтаған жөн.